Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 17-ші сабақ өзіңді тексер қорытынды сабақ өтеміз. Бірінші жаттығу мәтінді тыңда. Бүгін жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтті. Ақ аю туралы сұрақ болды. Мерей сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне, іздеген ақпаратты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Балалар, мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жазып алыңыздар. Сұрақтарға жауап берейік. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын көрді. Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Ол сұрақтың жауабын кітаптан тапты. Үшінші, аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Балалар, аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Бұл жерде ю әріпі, 1 әріп, яғни ол ю әріпін біз естіген кезде ю болып қосылып естіледі, яғни 2 әріптің қосындысы болғандықтан бізде 3 дыбыс болып естіледі. Сызбадан хабар жүргізуші мен Мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап. Сөйлеу, ауызша, жазбаша. Айтты, тыңдады, жазды, оқыды. Балалар, жүргізуші мен Мерей сөйлеудің ауызша түрін қолданды, Себебі жүргізуші сұрақ қойды, Мерей оған жауап берді. Мінекей бұл жерде балалар ауызша сөйлеудің түрі қолданылып тұр. Екінші жаттығу, төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Саян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Ол сөздерді теріп жазды. Саян мәтінді түсініп оқыды. Жазған сөйлемдерінен 4 дыбыс, 3 әріптен тұратын сөзді тауып, астын сыз. Балалар, бұл жазған сөйлемдердің ішінде саян және мұқият сөздеріндегі әріптер мен дыбыстар бір-біріне сай келмейді екен, Себебі бұл жердегі әріптері бар. Үшінші жаттығу, ертегіні парталасыңмен рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қыли көз. Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе деп айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен Қорбаңбай деп едім. Көрдің бе? Әне, алдымен өзің типсізсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Оқығаныңның диалог екенін дәлелде. Әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқанын айт. Ертегіге ат қой. Балалар, олай болса, бұл диалог, Себебі мұнда 2 кейіпкердің сөйлесуі жазылған, яғни анасы мен баласының сөйлесуі бар, бұл диалог болып табылады. Әңгімелесудегі кейіпкерлер қоян мен көжек. Ертегіге біз балалар арыс қой, көжек деп ат қойсақ болады екен. Себебі көжек мамасына өзін кімдер қалай мазақтады, соны айтып арызданып жатыр, мәтінде. Яғни сол мәтіннің мазмұнына байланысты біз тақырыбын арыз қой, көжек деп қойдық. Олай болса, балалар, бұл тапсырма сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. 4-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Суреттерге қара. Қай суретпен диалог құрастыруға болады? Неге? Балалар, парталасыңмен бірігіп диалогты жалғастырып көр дейді. Балалар, біз 2-ші суретпен диалог құрастыра аламыз, Себебі бұл жерде түйін мен аюдың диалогын құрауға болады. Олай болса, жаңағы диалогты оқып ары қарай жалғастырайық. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Рахмет, маған да аздап берші. Әрине, бірге жейік. Қандай керемет жидек екен? Ормандағы ең тәтті жидек осы. Қоян, аю, тиін сөздеріндегі
дыбыстық талдауын жаса дейді. Балалар, қоян сөзінде 4 әріп 5 дыбыс бар, аю сөзінде 2 әріп 3 дыбыс бар, тиын сөзінде 4 әріп 4 дыбыс бар екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Сау болыңыздар.